Мына ұлан ғайыр даланы қазақ жайден жай қойшының таяғымен қорғап қалған жоқ. Қазақ даласының әрбір түйір топырағы қазақтың баһадүр батыр ұлдарының қанымен суарылды. Бұл қасиетті жер қазақтың жері. Орыстың аяғы шығыста Камчаткаға жетіп, шығыста Аляскаға дейін жетіп, орыстың аяғы анау Беринг бұғазына, Жапон теңізіне жеткенде, сол анау қиыр шығысқа, Сахалинге жеткен орыс Орта Азияда Өскемен Семейді ала алмай отырған себебі қазақтың күрескерлігінен. Енді мынау түрік Ердоған емес, Ердоған түрік емес. Ердоғаннан кейін мың Ердоған келсе де түрік халқы мәңгілік түрік халқы болады. Себебі түрік тарихта үлкен империялар құрған, өркениет жаратқан, анау бүкіл еуропалық өркениеттің қайнары тамыры болған Константинополды жаулап алып, оны Стамбул деп қалағып жасап шыққан, бүкіл арабыңды қолының астында, шығыс Еуропаны табанның астында ұстап отырған халық Ердоған кетсе құрып кетпейді. Мен бұл лекцияны Ердоғанды жамандайын, не түрікті жамандайын деп сөйлемейін. Менің бұл лекцияларды сөйлеудегі бүкіл мақсатым қазақ халқының саяси сауатын көтеру үшін ғана. Қазақ халқы саяси сауатты болса, қазақ құл болмайды. Саяси сауаттылық азаттықтың жартысы. Саяси сауатты халық ешқашан жойылмайды. Саяси сауатты халық бодан болмайды. Құл болған халық. Саяси сауатсыз халық, білімсіз халық бодан болады. Білімсіз халық басқалардың мәдениетін қабылдап жойылып кетеді. Білімсіз халық басқалардың өзіне өктемдігін мойындайды. Ал қазақтар ондай емеспіз. Енді тағы да Ресей саясатына қарайық. Ресей мен Түркия тарихта 12 рет, 14 рет соғысты. Осман түркі империясы Орта Азиядағы түркі бауырларына ешқашан көмектесе алған жоқ. Тағы да Ақсақ Темірдің қателігіне ат басын бұруға тура келеді. Ақсақ Темір төре тұқымы болмағандықтан, Шыңғысханның тұқымы, Жошының тұқымы болмағандығынан, қазақ сияқты көшпенді халықты билеген Жошы хан. Арғы жегін айтсақ, Жошылар кімдер? Меркіттер. Сол Жошы ханның тұқымы, хан тұқымы болмағандығынан, ол анау Шыңғысханнан жалғасып, Кенесары ханымызға дейін жалғасып келе жатқан төре тұқымы билейтін әлемде тек Англияда ғана бар. Англиядан басқа елдерде сақталмаған. Ал бүкіл адамзатта тек түркі халықтарында, оның ішінде қазақ халқында сақталған төре тұқымы, яғни Жошының тұқымы билейтін осы жүйені Ақсақ Темір қиратқысы келді. Сөйтіп ол Мәскеуді, Москваны 3 рет өртеп тастаған Тоқтамыспен соғысты. Қазақтың Тоқтамыс ханы Москваны 3 мәрте өртеп жіберді. Өртеңге айналдырып жіберді. Күл өртең жасап жіберді. Сол Тоқтамыспен Ақсақ Темір Орта Азияда қатты соғысты. Адамзат тарихында болмаған бұндай сұмдық соғыс батыстың тарихында жазылды. Қазақтар бірден айтса болды, Жоңғармен соғысын айтады. Қазақпен мына Ақсақ Темірдің соғысы. Анығында Ақсақ Темір өзбек емес. Оны өзбектер бүгін доппасын кигізтіп оған өзбектің палауын жегізтіп қойғанмен, Ақсақ Темір ол мына ұлы жүздің барласынан шыққан. Бабыр кім? Бабыр Дулаттан шыққан. Дулат кім? Ұлы жүз Дулаттар. Осында Дулаттар барсыздар ма? Айтыңыздар. Міне, Дулаттар барсыздар ма? Тарихта біз көшпенділер ең құдіретті ел болғанбыз. Қытайдың тарихын оқы. Тұтасымен, қаңлымен жалайырды, Найман мен Керейді жазады. Неге? Құбылайдың генералдарының бәрі жалайыр, қаңлылар болды. Міне, тарих тұр.
Тарих тур. Мына дулаттар, мына Үндістанды жаулап алып, Таж-Махалды салдырғандар. Дулаттар. Міне. Арғы дерегін қусаң, арғы ескі заманғы дерегін қусаң, біздің де дулатпен қатысымыз бар. Оны атақты тарихшы Қабанбай Батырдың кітабын жазған Бейсенғали Садықан, Зейнолла Сәнік деген кісілер болды. Сол Зейнолла Сәнік марқұм жазып, осы Керей мен Дайманның ішіндегі кейбір рулардың дулаттан шыққандығын жазып кеткен. Өзі дулат емес. Неге? Тарих бойынша жазып отыр. Енді осыдан барып айтайық. Халық мәңгілік, билеуші тап, уақыттық. Мына билеп отырған Назарбаев, Тоқаев болсын, мейлі Ердоған болсын, бұлар халықтың санасына мен қалқан боп тұрым, мен кетсем, сендер жойласыңдар дейді. Оттаған сөз. Оттаған сөз. Мен Қытай коммунистеріменен студент кезімде алысатымын. Сол кезде айтатымын. Компартия болмаса Қытай құриды дейді. Мен айтам, сендер 5000 жылдық тарихымыз бар деп мақтанасыңдар ғой десем, иә дейді. 5000 жылдық тарихы бар Қытай, сонда күні кеше 21 жылы құрылған Компартияға күндерін қарап қалды ма? Компартиясыз өткен 4900 жылдарың сонда бекер өткен болды ма дегенде, Қытайдың бізге сабақ беріп отырған профессоры ойланып қалып, ойпырай, сен көшпендінің тұқымы, сен қанша айтқанмен барлық нәрсені еркін, тәуелсіз ойлайтын, барлық нәрсеге челленджі жасай алатын көшпендінің тәуелсіз ойлы қаны бар екен ғой сенде деп отыр. Неге? Олардың санасына сол сіңдірілген жаңағы профессордың өзі Қытай компартиясы Қытайды дамытып, өркендетіп, байытып отыр. Осы Қытай компартиясы болмаса Қытай құриды дегенге сеніп қалған. Компартиядан айлық алып отыр. Бәленбай университетте сабақ береді. Үйді алып қойған, Түгенбай үй алып қойған, майға беріп ақша тауып отыр. Жағдай жақсы, кітабы шығып отыр, телевизорда жүреді. Енді қайтеді? Қытай компартиясы ғана Қытайдың аузын аққа тигізіп отыр дейді де. Соған сенген, жан денемен сенген. Ол бейне біздің Назарбаев құласа ақыр заман болады деп сенген қазақ сияқты. Кезінде Мау өлген кезде еңіреп жылаған Қытайлар. Мынау солтүстік Кореяда Ким Ир Сен өлді, одан кейін оның баласы өлді, екінші дәуір диктатор. Соны екеуі өлгенде де кәрістер бетін жыртып, жылап, қан жосап деді. Видеосы тұр, Google-ге кіріп жаңағы корейлер Ким Ир Сен өлгенде корейлердің жылағаны десеңіздер шығады тура. Телевизорда жылап жатыр. Ана эфирдегі жүргізуші аңырап жылап жатыр. Ана жылаған түрлеріне қарасаң құсқың келеді. Міне бұл бүкіл диктатор халыққа соны сіңдіреді. Мен болмасам мына халық құриды. Жоқ. Қазақ халқы ежелден бар. Заман ақыр, жер тақыр болғанша болады. Аспан алақандай, жер тебінгідей кезден бар бұл қазақ, қиямет қайымға дейін қазақ болып тұрады. Сондықтан мына Назарбаев Тоқаевтық режимді құтқарушы құдай деп түсінуді, Ердоғанды Түркияның құдайы деп түсінуді қою керек. Ол жай бір саясаткер, әулие емес, пайғамбар емес, пайғамбар түгілі сақабада емес, ешкімде емес, кәдімгі алаяқ саясаткер. Ана таққа бір отырып алғанда, көтені құрттап кеткенше, жамбасы шіріп кеткенше, тақта отыра бергісі келетін арамзалар. Міне әңгіме қайта жатыр. Сондықтан мен қайталап айтам. Болашақта Қазақстанда демократиялы жүйе орнатқанда мен бірақ мәрте халқым сайласа оның өзінде де. Бірақ мәрте билікте қызметте болам. Және халқым сайласа. Мен бір мәртеден артық отыр десеңдер де. 1 миллион халық көшеге шығып ап, ойбай, сен отырмасаң ақыр заман болады. Бүгін сен қызметіңді тапсырсаң, ертең күн батыстан шығып, қиямет басталады десе де отырмаймын. Неге? Мен пендемін, шикі сүт емгенмін.
мен де өзімді Назарбаев сезініп қалуым мүмкін. Мен болмасам қазақ құриды деген шайтандық идея мені жаулап алуы мүмкін. Неге? Пенденің бәрінде нәпсі бар. Сондықтан мемлекеттік жүйе, мемлекеттік құрылымда жеке тұлғаның басына супер билік беретін және оған табындыратын механизм болмауы керек.